Сәлем достар. Бүгін сіздерге көздің жауын алатын ерекше сметаниктің жасалу жолын көрсететін боламын. Қарапайым сметаниктің рецептінен шаршаған болсаңыздар, осындай ерекше пирогты әзірлеп көріңіз. Керекті ингредиенттердің барлығы төменде описание бөлімінде орналасқан. Ендеше қамырын жасауға кірісейік. Ол үшін бізге жақсы сары май, бір дана жұмыртқа және шекер, разрыхитель ұн қажет болады. Ең алдымен жұмыртқа мен шекерді миксердің көмегімен араластырып алатын боламыз. Егер де миксер болмаса, венчикті пайдалансаңыз болады. Осылайша бір келікі көпіршіген массаға келгені жақсы, сол кезде қамырымыз жұмсақ, нәзік болып піседі. Електен өткізілген ұнымызға разрыхителімізді құрғақтай қосып араластырып аламыз. Және достар, майымыз міндетті түрде бөлме температурасындағы жұмсақ болуы керек, сапалы майды пайдаланғаныңыз дұрыс. Осылайша майымызды консистенциямызға салып, бірден үстіне ұнымызды салып, қолдың көмегімен араластырып, жұмсақ, қолға жабыспайтындай қамыр илейтін боламыз. Төменде көрсетілген мөлшердегі ұннан сәл көбірек қоссаңыз да болады. Енді әрбіреуде жұмыртқаның көлемі әртүрлі болады. Сол себепті белгілі мөлшерден бір 10-20 граммға артық ұн пайдалануыңыз мүмкін. Дәл видеода көрсетілгендей қолыңызға жабыспай, жұмсақ қамыр шығуы керек. Содан кейін сол дайын қамырымызды 20-30 минут көлемінде тоңазытқышқа салып аламыз. Мінекей, өздеріңіз көріп тұрғандай ешқандай қолға жабыспайды. Целлофан пакетке салып 20 минутқа тоңазытқышқа жіберейік. Сол сәтті пайдаланып салмасын дайындайтын боламыз. Бізге салмасына 4 дана жұмыртқа, 100 грамм шекер және 400 граммдай қою қаймақ қажет болады. Ең алдымен жұмыртқаларымызды жарып алайық және венчиктің көмегімен араластырып, үстіне шекерімізді салып және тағы араластыратын боламыз. Достар, бір ескертетін жайт, осы салмасын салу барысында миксерді пайдаланбаңыз. Венчикті немесе шанышқының көмегімен араластырсаңыз болады. Бұл жердегі сметаникте ең маңызды ингредиент бұл краситель пищевой. Бұдан кем дегенде 8-9 тамшы тамызсаңыз жеткілікті. Егер де ең соңында түсі ұнамайтын болса, сәл ақшылдау болып қалуы мүмкін. Сол кезде тағы да қосуыңызға болады. Бұл жерде 7 каплядай тамыздым және тағы араластыратын боламын. Қараңыздар, сондай әдемі болып жатыр түсі. Осындай қанық түстер ұнайды. Бірақ қазір қаймақты салғаннан кейін сәл ақшылдануы мүмкін. Сол кезде тағы да тамшы тамызатын боламын. Мінекей, өздеріңіз көріп тұрғандай қаймағым қоп қою. Осындай қаймақ қажет. 400 граммдай қаймақты үстіне салатын боламын. Міне, керекті мөлшердегі қаймағымызды алдық. Енді ары қарай венчиктің көмегімен жақсылап, ақырын ғана араластыратын боламыз. Бізге керекті бір келкі қоймалжың масы. Осы қаймақты салу барысында түсіміз сәл розовыйланды. Қанық болу үшін және тағы 3 тамшыдай бояу қосып жатырмын. Және тағы араластырамын. Өзіме негізі қанық түстер ұнайды, ал сізге ше? Мінекей, 20 минуттай уақытымыз өтті. Бізге қажеті 26 сантиметрлік диаметрі осындай форма. Ешқандай майлауды қажет етпейді, себебі қамырымыз жабыспай оңай алынатын болады. Осылайша тақтайымызға сәл ұн себелеп, қамырымыз жабысып қалмас үшін қамырымызды орналастырып, оқтаудың көмегімен 26 сантиметрлік формамызға келетіндей дөңгелек қамыр жаятын боламыз. Достар, каналыма тіркеліп, өз пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен кері байланыс мен үшін өте маңызды. Мінекей, көріп тұрғандарыңыздай қамырымыз оңай жайылады. Осылайша форманы үстіне қойып, керекті мөлшерге келгеннен кейін тоқтатып, осылайша қамырды оқтауға орап алатын боламыз. Сол кезде формаға орналастыру өте оңай болады. Қараңыздаршы, ешқандай да қиындығы жоқ. Осылайша формаға орналастырып, ішкі жағына кіргізіп, барлық жеріне жеткізіп орналастырып шығамыз. Ал артық қамырын жай ғана оқтауды үстінен жүргізіп, алып тастауыңызға болады. Осылайша оқтаумен жүргізіп шықсаңыз, артық қамырының бәрі өзі түседі. Қолыңызбен жинап алып, сол кезде пирогыңыздың қамырының түрі сондай әдемі жинақы болып шығады. Мінекей, қолыңызбен сәл бекітіп шықсаңыз болады шет жақтарын. Содан кейін салмасын құятын боламыз.
Достар, міндетті түрде пирогты жасау барысында пешіңізді алдын ала 170 градусқа қыздырып дайындап қойыңыз. Осылайша дайын болғаннан кейін пирогыңызды бірден пешке жөнелтуіңіз қажет. Бар жоғы 30-35 минуттың ішінде пісіп шығады. Бірақ та бұл пирогты пісіп алғаннан кейін кем дегенде 1,5-2 сағаттай бөлме температурасында суытуымыз қажет. Міндетті түрде, себебі ортасындағы салмасы тұрақталуы қажет. Мінекей, көріп тұрғандарыңыздай формадан оңай алынады. Осылайша орналастырып, менде 1,5 сағаттай өтті, пирогым суыды. Қараңыздаршы, сондай жұмсақ, нәзік болып кесіледі, дәмі сондай ерекше. Сіздер де жасап көріңіздер. Видеомды соңына дейін көргеніңізге алғысымды айтамын.